Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздер бір сағатта өте үлпілдек болып, дәмді болып шығатын бауырсақтар дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап алыңыз. Міндетті түрде осы рецептпен сіз де дайындайтын боласыз. Сізге сөзсіз ұнайды. Ең алдымен жылы суымызға сүтімізді құямыз. Содан соң қалыңғышса секерімізді салып, бір жұмыртқамызды салып, мұқият араластырамыз. Содан соң ашытқымызды кішкене ғана мөлшерде осылай алып, тағы да салып араластырамыз. Кейін бізде ұнымызды ситаның көмегінен өткізіп, аз-аздан сала отырып, қолымызға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Ұныңызды бірден толтырып салып жібермеңіз, осылай аз-аздан ғана салып отырып, араластырып аламыз. Содан соң кішкене ғана мөлшерде шемек май қосамыз. Осымен біздің құрамымыз осы азғантай. Ендігі кезекте ұнымызды салып, тағы да қамырымызды соңына дейін аяқтаймыз. Мінекей бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Ендігі бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілуі керек. Мінекей біздің қамырымыз осындай өте үріліп әдемі болып көтеріледі. Егер асығыс болмасаңыз 2-3 басып пісірсеңіз де болады. Мен де бір көтерілгеннен ақ пісірдім. Соңында бауырсақтарымыз қалай шыққанын көретін боласыздар. Мінекей ендігі кезекте қамырымызды жұқалау етіп оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Жайып алған соң мен осындай фужерді қолдандым, ал өзіңіз қалаған формада кесіп аласыз. Кесіп алған формаларымыздың бетін жауып, осылай жауып қоямыз. Содан соң тағы да майымыз қызығанша көтерілу керек. Мінекей біздің бауырсақтарымыз осылай көтеріліп тұрады. Енді кезекте қызып тұрған табамызға, майымызға екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Біздің майымыз әбден қызуы керек. Сол кезде бауырсақтарымыз өте үріліп әдемі болып піседі және майдың бәрін өзіне сіңіріп алмайды. Егер майыңыз қызымаған болып салсаңыз бауырсағыңызды, сіздің бауырсағыңыз майлы болып шығады. Мінекей бауырсақтарымыз осындай әдемі болып үріліп піседі. Сіз де осы рецептпен жасап көріңіз және де сізге сөзсіз ұнайды. Постоянно осы рецептпен дайындайтын боласыз. Мен де осы рецепті тапқалы тек осы құраммен ғана дайындаймын. Рахмет көп-көп. Мінекей біздің бауырсақтарымыз осындай әдемі болып үріліп, мамықтай болып шығады. Сіз де жасап көріңіз. Егер мен видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қолжетімді рецепттермен сіздермен бөлісіп отырамын. Ал сіздердің бауырсақтарыңыздың рецебі қалай, төменге жазып кетсеңіз болады. Рахмет көп-көп.